Анам кімге керек? Болған оқиға. Екі жастың үйлену тойы. Тойханада келін мен күйеу бала бақыттан бұлбұл жайнап отыр еді. Ортада күйеу баланың анасы қуаныштан ағайын туысқандарымен биге түсіп жүреді. Анасы бұл күні өте бақытты. Себебі өмірінің мәні жалғыз ұлы үйленіп жатыр. Таныс, біліс, ағайын жекжат, барлығы ортадағы күйеудің анасын қуанышты күнімен құттықтап жүр. Барлық адам көңілді. Екі жасқа қызыға да қызғана да қарап жүр. Бір уақытта келін бала күйеуіне: «Жаным, анаңа бір ауыз сөз айтып қойсай, билей бермей бір жерде тыныш отырсын да, көрген достарым не дейді? Үстімнен күлмей ме ертең? Отыра алмаса, басқа жерге жұмсап жібере сал, абыройды төккізбей», деп сыбырлайды. Күйеу бала миығымен күлді де, ештеңе деместен ортаға шықты. Жиналған адам күйеуді ортаға шыққанына анасын құттықтайды екен деп ойлады. Бірақ күйеу бала тіке музыканттардың алдына барды. Айтылып жатқан музыканы тоқтатты да, қолына микрофонды алып: «Анам кімге керек?» деп сұрақ қойды. Сол тойда болған ағайын туыс, дос жараң, барлығы үндеместен, ешқайсы күйеу баланың мына сұрағына түсінбей дабырлап қалды. Күйеу бала тағы да «Анам кімге керек?» деп қайталады. Ешкімде үн жоқ. Көпшілік адам күйеу баланы бұл сұрағына ашулы еді. Іштей: бұл бала үйленіп, жалғыз анасын керек қылмайын деді ғой, деген ойға барды. Ал келін бала болса іштей: бұл әлден менің айтқанымда қылуда, ертең мұны басқару түк те емес екен ғой деп қуанып, сүйсініп отыр. Байғұс ана болса, ұлының бұндай сұрағына жүрегі қатты қиналып тұр еді. Жанарында тынбай жас ағып тұрды. Көзіндегі жасын тоқтата алмай, еш нәрсе айта алмай, ұлына қарап тұрды. Күйеу бала түсінбей отырған көпшілікке қарап: «Анам маған керек» деп бақырды. Қолындағы неке жүзігін шешті де келінге қарап лақтырып жіберді. Артынша келінге: «Саған 3 талақ» деді де, анасының қолынан ұстап, тойханадан әкетпекші болды. Келіннің жақындары, туысқандары не болғанын түсінбей, күйеу баланы тоқтатпақша болды. Бірақ күйеу бала тоқтай қоймады. Қыздың әкесі күйеу баласын тоқтатып, не болғанын түсіндіріп беруін талап қылды. Күйеу бала болған жағдайды түсіндіріп берді. Қыздың әкесі күйеу баласын қатты құшақтап: «Шіркін, сендей ұл тәрбиелеген анаңа мың алғыс. Сендей күйеу балам болғанда еш арманым болмас еді. Бірақ мендей қызына тәрбие бере алмаған әкені кешір» деп жігітке ризашылығын білдірді. Бауырлар, ойланайық. Сенің анаң мына әлемде жалғыз, ал қыз мыңдап табылады. Ананың қадіріне жете білейік.